Біз өзі сырттан Самарқан аттағанды жақсы көреміз. Қазақта мазар аттаған деп қояды. Мазар аттап келген тамақтың өзі тәтті болады бізге, адамның өзі таңырсық болады. Бірақ ол өз елінде қаңырсық та болуы мүмкін. Сондықтан айтпақ болғаным, өзге елде білім алу жақсы нәрсе, бірақ ол біздің тексерілген, біздің ұстанымдарымызға қайшы келмеген, және бізбенен келісімі бар, біздің салт дәстүрімізге теріс оқытатын оқу ордасы болмау керек. Ал ол үшін ең бірінші өзіміздің елімізде білімін көтеріп, фундаментін, тұғырын бекітіп, содан кейін ғана барып оқыса, жақсыны үйреніп, жаманнан жиреніп келеді. Ал енді ол таза парақ күйінде кететін болса, дәптер күйінде, сол дәптердің ішінде не жазады, соның бәрін алып келіп, біздің мынау дәстүр жоқ, мынау деген ширк деп елдің басы қатып жүргені сондықтан. Сол үшін шетелге оқып жүргендер әлде болса да тыңдап көріп, біздің мемлекетіміздің қолдаған оқу орындарында оқып, оларда мойындалған оқу, жай оқу емес ол, және баратын болса қызығып, онда арнайы жолдамамен барса, ол жақсы. Өзіне де, келешегіне де, және мемлекетімізге де, кейінгі мұсылмандарға да көп пайдалы болады.